Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерді нейрографиканың 4-ші қағидасымен таныстырып өтемін. Адамның ішкі әлемі, ол ойлары мен сенімдерімен қабылдауы тікелей сыртқы әлемді түсінуіне әсер етеді. Біз ситуацияға, жағдайға, немесе ішіміздегі көзқарасымыз, көңіл күйіміз қабылдауымызды анықтайды. Яғни біз ситуацияға ішіміздегі көзқарасымыз, көңіл күйіміз қалай қабылдайтынымызды анықтайды. Сол біздің қабылдауымыз реакция тудырады. Ол біздің реакция тудырады. Қандай реакция? Ол деген оң немесе теріс реакция болуы мүмкін. Ол қалай? Адам ақпаратты интеллектпен қабылдайды. Ал алған ақпаратты ол ой елігінен өткізіп, жеке интерпретация береді. Ой елігінен жаңағы өзінің ойынан, санасынан, сознаниясынан, фильтрациясына өткізіп, өзі интерпретация береді. Егер адам қиындықтарды мүмкіндік немесе сабақ ретінде көрсе, қабылдаса, жаңағы қабылдау реакциясы оң болса, ол деген оны мүмкіндік ретінде көреді. Ал егер де оның қабылдау реакциясы теріс болса, ол жаңағы ситуацияға ол теріс қарап, өзіне деген осы ауыртпашылық ретінде көреді, әділсіздік деп көреді. Яғни қысқаша айтқанда азап шегеді. Осы шайқастың барлығы қайда болып жатқанын мен сізге басқа неде көрсетейінші сізге. Мысалы, жаңағы ақыл проблеманы тудыраушы дедік қой. Осы ақылдың тудырушы проблема ол адам баласының санасында болып жатқан шайқас. Ол қалай шайқас өтеді? Мына басында не болып жатыр? Ол адам баласы ол салыстырады. Салыстыру. Сосын бағалау, оценивать, разделять, бағалау. Сосын бөлшектендіру, разделять. Бөлшектендіру. Мысалы айтқанда, осы жаңағы салыстыруға мысал келтіргенде, мысалы, басқалардың жетістіктерімен салыстырғанда өзімізді төмен сезіну немесе деген өзіміздің жетістіктерімізді бағаламау, яғни обесценивать, өзіміздің жетістіктерімізді, сондай сезім пайда болуы мүмкін. Ол деген салыстыру арқылы жаңағы адам баласы өзінің жетістіктерін бағаламау, немесе тіпті өзіміздің жағдайымыз жақсы болып жатырса да, ол жаңағы салыстыру санамызда болып жатыр. Салыстыру арқылы. Яғни жаңағы салыстыру, бағалау, бөлшектендіру ол адамның көңіл күйін төмендеуіне, өзіне деген сенімі азаюы, яғни адам осы салыстыру, бағалау, бөлшектендіру арқылы өзін толықсыздық сезіміне алып келеді. Толықсыздық, ощущение неполноценности, осылар салыстыру, бағалау, мынау жақсы жаман, онда 3 комнатты, менде 2 комнатты дегенде мысалы бөлшектендіріп, адам деген, ол деген осындай ойлар адамда жаңағы толықсыздық сезім алып келіп, мида шайқас болады. Осының барлығы адамның энергиясын төмендетеді. Енді Павел Михайлович Пискарев бүй дейді. Мәселе мына ситуацияда емес дейді. Мәселе ситуацияда емес. Ол адамның ситуацияға қатысты позициясында.
ол қалай түсінуге болады? Мысалы біз шешім табу үшін бізге басқа тәсілмен ойлау қажет. Сол себептен бізде нейрографика құралы бар, да? Жаңағы басымызда болып жатқан шайқасты, санамызда болып жатқан шайқасты, да? Біз оны басқа тәсілмен ойлап шешім шығарамыз. Негізінде біз нейрографика салған кезінде біз санамыздағы миымыздың басқа бөлігін белсендетеміз, да? Өзім жекеме жазып қояйыншы мен. Ақыл проблеманы тудырушы. Ақыл проблеманы тудырушы. Ақыл проблеманы тудырушы. Проблемы порождения ума дейді. Орысша айтқанда біз орыс тілінде өттік, оқыдық сабақты. Енді нейрографикаға кеттік, да? Біз білдік жаңағы нейрографика салу барысында біз жаңағы мидың басқа бөлігін белсендетеміз. Яғни шығармашылық ақыл деп айтсақ та болады, да? Шығармашылық ақыл деп айтсақ та болады. Әрине біз оны сурет салу арқылы жасаймыз. Енді біз мына жердегі адам нейрографика салмайтын адам, да? Біз нейрографика салатын адамбыз. Біз деген өзіміздің ситуациямызға шешім табу үшін шығармашылық ақылды қолданып, біз сананың басқа деңгейін белсендетеміз. Оны біз қалай істейміз? Біз тілдің шегінен шығатын жерге, шығармашылық деп атайтын жерге барамыз. Біз сурет саламыз ғой. Біз яғни деген мына жерде біздер салыстыру, бағалау, бөлшектендіру барлығы деген бытырап жатса, біз деген бөліп бытырап жатса, мына жерде бөліп бытырап, біз нейрографикасында біз біріктіру идея арқылы шешім қабылдаймыз. Ол қалай жүреді, да? Біз пішіндермен, сызықтармен, түрлі түсті жұмыстар істеп, біз деген миымыздың әртүрлі бөлшектерін белсендетеміз. Мысалы, мен сізге көрсетейін, да? Мысалы, мына сызықтар. Мына біздің нейрографический сызықтар, ол деген біздің ойдың ағымы. Осы ойдың ағымын біз жаңа айтып кеттім ғой, біз деген оны біріктіру идеясын енгіземіз деген. Мысалы, екі қиылыс кездескенде біз оны біріктіреміз. Округление дейді. Домалақтау. Осы техника арқылы біз визуально біріктіру техникасын жасап, өзімізді бір тұтас болмыс ретінде сезінеміз. Өйткені біз мұнда біздің болмысымыз бытырап жатыр. Біз мына жерде салыстырып жатырық, мына жерде бағалап жатырық, мұнда бөлшектеніп жатырық. Басымызда мұнда майдан, ойдың майданы болып жатады. А нейрографикада біз барлық әртүрлі элементтерді, залда әртүрлі сызықтарды бір-бірімен біріктіреміз. Жағына пішіндерді, бізде алфавит бар, дөңгелек, үшбұрыш, төртбұрыш, да? Осыларды бір-бірімен біріктіріп, бір тұтас сезімге алып келеді. Яғни жаңағы біздің ішкі әлемдегі болып жатқан шайқасты біз гармониялаймыз. Оның гармониялайтын техникасы ол бізде округление дейді.
округление дейді. Сурет салу барысында біз деген ағым күйіне түсеміз, яғни біз деген ағым күйіне поточныйға түсеміз. Біз сурет салу отырып, біз өзіміздің мазалап жүрген бір тақырыпқа, сұрағымызға, запросқа шешім табамыз. Қалай? Шығармашылық түрінде шешім қабылдаймыз. Өйткені біз жаңағы қалай айтуға болады, логикадан шығамыз. Біз сурет салу барысында ағым күйіне түсеміз, сонда логикалық ақыл ойдан ойымызды ұмытамыз. Сол логикалық ақыл ойды ұмытқанда біз деген күтпеген бір жерден бір идея келеді, инсайт пайда болады, немесе жаңа шешімдер келеді, осы сурет салу барысында. Осыны біз деген Павел Михайлович Пискарев ойдың жаңағы басқа тәсілін ойлау қажет дегені осыны айтқысы келеді. Біз деген сурет салып отырып, арнайы өзінің нейрографикалық алфавитінің ережесін ұстап отырып, біз ойды басқалай ойлаймыз. Енді осыны салу барысында біздің өрісіміз кеңейіп, айналадағы бұрыннан бар мүмкіндіктерге көзіміз жетеді. Күтпеген жағдайда, осылай сурет салып отырғанда бір шешім пайда болуы мүмкін. Күтпеген айналадағы бар мүмкіндіктерді көре бастайсыз. Сосын мұнда нейрографикада линия поля бар. Линия поля келгенде, нешінші қадам, 6-шы қадам екен. 6-шы қадамда линия поля бар. Сол линия поляда біз бір ерекше күштің әсерін сезініп, ішкі күйіміз жігерленіп, қайраттанып, бізді алға сүйрейді. Біз деген нәтижесінде, осыны салып болған нәтижесінде, біз деген өзіміз айналадағы мүлдем бір айналадағы бар интерпретацияға бұрыннан жасаған, соған көзқарасымыз өзгереді. Интерпретация өзгереді. Өзіміздің әлемді немесе басқаша көзбен көреміз. Өйткені, неліктен ол, қалай пайда болады? Өйткені біз оң және сол жарты шардың, левый, правый полушарияның синхронизациясын жасаймыз. Правый, левый полушарияның синхронизациясын жасаймыз. Ол деген біздің санамыздың бір ерекше деңгейіне алып келеді. Өйткені біз біріктіру арқылы өзімізді бір тұтас адам ретінде қабылдаймыз. Ішімізде гармония болады. Егер де, мысалы, біздер мұнда бір тұтас деп неге айта береді дейді? Өйткені біз мұнда салыстырғанда біз бөлеміз, салыстырамыз, бағалаймыз, бөлшектейміз. Осының барлығы біздің барнамызда сондай көңіл күйсіз болады, өзімізге сеніміміз азаяды. Нейрографикада біз біріктіреміз, яғни біздің оң және теріс ойларымызды бүйтіп көрсетейін сізге. Жақын жасайын. Мына техника округление, домалақтау, біріктіру деген сөзді білдіреді. Яғни, мына жерде плюс болсын ойларымыз, у нас минус болсын, осыны біз
техника домалақтандыру, округление арқылы жасағанда біз визуально сурет салу арқылы біз шығармашылық ақылмен жұмыс жасап жатырмық қой. Біз оны біріктіреміз. Біріктіргенде біз жаңағы оң және сол жақты жарты шардың синхронизациясы өтеді. Міне біріктіру. Ощущение целостности деп айтайын. Осы премия арқылы. Ал мысалы жаңағы бізде ой ағым ойыны арқылы мына біздің ойларымыз. Соны біз біріктіреміз. Визуально біріктіреміз. Осылай біз ақыл проблеманы тудырушы деген қағидамен таныс болдық. Яғни біздің ақылымыз логика ойынан шығу керекпіз біз. Соны біз шығармашылық ой арқылы проблемамызды шешеміз. Нейрографика арқылы шешкенде біз деген жаңағы өзімізді саморефлексия деп атайды онда психологияда. Өзімізді зерттейміз, өзімізді сырттан бақылаймыз. Соны бақылау барысында біз біршама трансформация өтеміз. Біршама трансформациядан өтіп, нәтижесінде бір керемет шешімге келесіз. Назарларыңызға рахмет.